Жаңағы айтқанымыздай әл-калиматул жадидату жаңа сөздер, ар-расулу яғни ар-расулу сөзі жандарына аудармаларын жазамын. Елші, ар-расулу елші, әл-амму барлығы міндетті түрде алифламмен келеді деген сөз емес. Бұл жерде алифламмен жалғаған. Расулун деп те келеді. Жаттаған уақытта расулун аммун деп жаттасаңыздар болады. Бұл жерде аммун негізі. Әл-амму болады. Алифлам кіргендігі себепті. Бұл жерде негізі сөздік аммун. Аммун сөзі яғни көке деген мағынаны береді. Көке. Көке. Әш-шариу көше. Әл-мухандису инженер. Әл-каабату қағба. Әл-халу. Әл-халу. Халун дегеніміз нағашы ағаны айтады. Әл-халу дегеніміз нағашы ағаны айтады. Егер халун сөзі ғой бұл, халу деп, халун ғой негізі. Егер оның артына халатун дейтін болсақ, халатун деп тәмәрбута жалғайтын болсақ, халатун деп тәмәрбута жалғайтын болсақ, ол нағашы қандай болады? Аға емес, нағашы апа болады екен, нағашы апа. Муғлақун дегеніміз жабық. Жабық, муғлақун жабық деген мағынаны береді. Исмун дегеніміз есім, ат десек те болады. Хақибату сөмке. Тахта дегеніміз тахта яғни астында. Әл-ибну бала. Әс-сайярату көлік. Әс-сайярату көлік. Хунака дегеніміз ана жерде, анау жерде. Осындай мағынаны береді екен. Ар-расулу елші, әл-амму көке, әш-шариу көше, әл-мухандису инженер, әл-каабату қағба, халун деген сөзі, әл-халу сөзі нағашы аға деген мағынаны береді. Егер тәмәрбута жалғайтын болсақ, нағашы апа деген мағынаны береді. Яғни халатун дейтін болсақ, нағашы апа. Муғлақун жабық. Әл-исму есім, әл-хақибату сөмке, тахта астында, әл-ибну бала, әс-сайярату көлік, машина, хунака дегеніміз анау жерде. Ал тек қана хуна дейтін болсақ, мынау жерде. Мынау жерде, мына жерде деп айтсақ та болады. Хуна мынау жерде, мына жерде, хунака ана жерде, анау жерде. Түсінікті болған болар деген ойдамын. Әрмен қарай соңғысы. Көрдіңіздер, мудоф илейх тақырыбын өттік деп айтқан болатынбыз, өтіп жатырмыз деп. Сайяратул мударриси. Мударристің, оқытушының көлігі. Бірінші келетін сөзі. Тәнуин емес, даммамен келетін сөзді не деп айтамыз? Мудоф деп айтамыз. Толық, яғни бұл жерде сайярату сөзін не деп айтамыз? Толыққан сөз деп айтамыз. Әл-мударрису оны толықтырған сөз. Толықтырған. Яғни толықтырған деп айтамыз. Толыққан сөз, толықтырған сөз. Әл-мударрис сөзі сайяраны толықтырып тұр, я. Бірінші даммамен келетін сөз ол мудоф болады, екінші сөз келетіні кәсрамен келетін сөзі не болады?
мудофун илейхи болады. Араб тілінде солай айтылады. Мудофун илейхи деп айтылады екен. Дәрістер түсінікті болды деген ойдамын. Әрмен қарай 6-шы дәріске келіп жеттік. Аллах тағала сіздерге және де біздерге пайдалы ілім берсін. Ілімге сай амал және де тұрақтылықты нәсіп еткен болсын. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.